мінекей алдымызда бірнеше Кореяның көліктері бар. Кореядан келген неміс көліктері бар, германиялық көліктер. Және одан басқа газ, тағы да басқа мінекей холодильник көліктері де бар. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға, күндеріңіз сәтті өтсін. Мінекей айнала тұрған көліктер бар. Бұлардың барлықтарын сіздерге бірте-бірте таныстыратын боламын. Енді Genesis көлігі бар, Sanyong бар. Енді сол көліктердің ішіндегі қазіргі таңда 4 көлікті дайындап қойдым. Бұл Elantra, GDI моторымен, Elantra тағы да GDI моторымен, K5 және Sanyong. Енді осы көліктен бастайтын боламыз. Талшын номерімен барлығын өлшеп тексеретін боламыз. Енді қазір әрбір көліктерге талшын номерімен жасайтын болсам, видеоның ұзақтығы өте көп болып кетеді. Сол себепті қолдан келгенше сіздерге мен машинаның жағдайын түсіндіріп айтам. Келіп немесе бөлек талшын номерімен түсірген видеоны бөлек алсаңыздар болады. Енді бұл алдымызда Elantra көлігі. Өте тиімді бағада. Бағасы 8 миллион теңге тұрады. Қазақ номер шығып қойған. Комплектациясының барлығы өте жақсы. Бәрі таза, GDI. Мына көлікке қарай болттар шешілмеген, алдынан ұрылмаған. Лонжерондары сау. Лонжерон сау. Чашкасының бәрі орында. Салып көліктің ішіне отырайық. Состояниесі өте жақсы. Кореядан келіп, айдалмай, документтер рәсімделіп, осы жерге жиналып тұр. 61797. Мультируль, планшет, YouTube барлығы бар. 2 зоналық климат контроль. Мына жерде орны қысытатын екі жақта да, рульді ұстатын режим драйв. Яғни режим драйв. Эко, спорт, мәселен, спорт та бар екен бұл жақта. Жалпы бұлардың жүрісі өте керемет. Push start, ручник. Состояниесі өте жақсы. Мына жақта видео регистратор алдында, передний және артында. Қазақстанда көп жерде видео регистратор тек қана алдыңғы ғана запись басады. Ал кореялықтарда өте жақсы. Енді Винкодтың 2015 жыл. Кожаның состояниесі өте жақсы. Тек қана бұл жерге химдиски ғана керек болды. Бағасы 8 миллион, саудасы бар. Арт жағын бір ашып көрсетейін. Дөңгелек үрлегіші, клейі, состояниесі өте жақсы. Бұның бағасы 8 миллион теңге, бірақ саудасы бар. Екінші Elantra көлігі. Бағана капотын ашып тексерген болатынмын, еш жері боялмаған, болттарын бәрін тексердім. Мен әрдайым машина тексеретін кезде солай қараймын. Бұл жақта дөңгелектің протекторы жап жаңа, 70-80%, 205-60-15 размер. Мына көлікте қандай екен? 16 болса керек. 16 размер. Бұл екі көліктің де жүрістері өте мықты. Әсіресе кореялық көліктерде GDI болғандықтан тартысы өте жақсы болады, және жанармайды аз тұтынады. Жақсы состояниесі. Кожасы. Кожаның материалы өте мықты. Керемет. Эко режим бар екен мына жақта. 24264 км жүрген деп тұр. Рульдің состояниесі өте жақсы. Мультируль, Bluetooth бар, диск салатын бар. Задний камера. Мына жерде өздерінің кореялық бір аппарат орнатқан. Тағы не бар? Бұл жақта видео регистратор түсіп қалған екен. Бірақ задний типі бар. Оны сұрап көруге болады. Кезген видео регистратор мынандай тоқтар келсе болды.
сала берсе болады, жұмыс жасап тұрады. Арт жағда кожаный салон. Мінекей. Состояниесі өте жақсы, жұмсақ, өте жақсы. Бұның бағасы 7,5 миллион теңге. Бұған да саудасы бар. Бұның қазақ нөмірімен шығарып береміз. Бұда утиль төленген, тек первичный регистрация төленбеген. Сол первичный регистрациясын өзіміз төлеп, тек қана келіскен бағаға алсаңыз болды. Бұның бағасы 7,5, бірақ саудасы бар. Одан кейін мынау Kia K5 көлігі. Қазақстанда Camry көлігінен кем емес. Бағанаға Camry алатындар, 50 алатындар бар, 45 алып жатқандар бар. Барлығы Kia K5-ға өтіп, осы көлікті әбден мақтаған болатын. Бұл көліктің жүрісі трассада өте керемет. Бұл да 2 литр бензин, дулік 205-65-16 размер. Бесключевой доступ, серебро цвет, состояниесі өте жақсы. Бұл көліктердің ешқайсысы таксиде болмаған. Таксиде болған көліктерді біз өзіміз арнайы айтатын боламыз. Бензин таза. Арт жағын көрсетейін. Состояниесі өте жақсы, көрдіңіздер ғой. Кореяның көліктерін білесіздер. Ішіндегі іріктеп ең жақсы состояниелермен келген көліктер. Бәрі өте жақсы. Кожаный салон. 52.422 деп тұр. Рулі өте жақсы. Мына жақта монитор. 216 климат контроль емес, бірақ барлығы түсінікті. Мына бұрылғадан мына дауыс шықты. Және ішіне бір темір бар өйдімекті. Яғни қақпаға. Видеодан көріп есік ұрлаған ба деген сияқты ойламаңыздар. Мына жерге шнурына видео регистрация тура келсе болды. Басқа видео регистратор салсауға болады. Енді бұл жақта мәселен кәрістер, кейбір кәрістер бар. Тіпті мынаусында ауыстырмай, шешпей, жап-жаңа күйінде айдағанды ұнатады. Мына жақта эко режим бар. Авду сиденье, подав сиденье екі жақта да керемет. Зат салғышы бәрі жақсы. Кожа состояниесі. Бұның қазір жылын айтам. Жылы 2019. Винкодта 2019 деп тұр. Қазақ нөмірі барын сып қойған. Іші кең. Ішіне отырғанда қандай үлкен адам болмасын, еркін сияды. Себебі Kia K5 көлігі басқа көліктерден қарағанда полноценный седан болып жасап шыққан. Тіпті қарасаңыздар, мынаның өзін салған шешімі. Яғни арт жағына көп адам отырмады деген сөз. Енді қазір мына көліктің жылын көрейік. 2012 болса керек. 2014 жыл екен. Тағы да бағасын еске айта кетейін. 8 миллион саудасы бар. 7,5 миллион саудасы бар. Және мынау 10,5 миллион теңге. Оның да саудасы бар. Одан кейін бізде көлігіміз Саньон көлігі. Саньон көлігі бензин шығарған болатын. 1.5 турбо болса керек. Бұл көліктерді Корондо. Саньон Корондо. Бұл Корея мемлекетінде Корондо. Яғни әрбір компанияның өзінің бір нелері болады. Ұнататын, халықтың өзі көп ұнатып, сүйсініп мінетін машинасы болады. Сол осы Саньон Корондо көлігіне көптеген жарнама, көп адамдар мініп, сөйтіп жүретін. Бірақ Қазақстанда бұны ешкім білмейді. Себебі Саньон компаниясының көліктері көбінесе дизельмен келгендіктен көбісі қорқады. Енді мына жерде кроссовердің дөңгелегінің размері компания Хангук 235, 55, 18 размер. Негізі өте дұрыс. Осындай 18 размер болғаны. Бесключевой доступ мінекей. Состояниесі өте жақсы. 2021 ай, яғни 22-ге жақын состояние көлік. Правый сиденье бар. Кожаный сиденье, кожаный салон. Удержание полосы, регулировка фарасы бар. Регулировка дисплей. Тіпті кореялық мынандай не бар ғой.
поликтерінейдің өзінің болыпты. Бұл көлікте видео регистратор бар. Алдында және артында арт жағын көрсетейін, мінекей. Мына жақта 65.558 км жүрген. Үлкен монитор, сенсорный, мінекей, дауыс шығарады. Қандай жақ, қолымдағы жақ. Керемет. Бұлар менюлар сәл басқаша болады екен. CarPlay, Android Auto бар. Өте мықты, өте мықты. Корейский өлең болып кетті, міне таңып қалды ма. Енді мына жақта 2 зоналық климат контроль. Бұлар қараған кезде көрдіңіздер ма? Үрен жүре берсе. Процент, градус көрінеді. Даладан кіретін, шығатын, синхронизация екеуі одновременно. Былай. Кнопочный. Аса, push-start. Салқындатқыш 3 режимде, ысытатын 3 режимде. Және пассажир жақта да. Мына жақта телефон қойғыш, бірақ сымсыз қуаттайтын жоқ. Антизанос, таудан түсу режимі. Және авто. Ручник, спорт режим бар. Мінекей мына жерде. Нормал және спорт. Көбінесе нормалмен жүрген жақсы. Үстінен басылмайды. Автохолд, ручник, кілтінің сапасы өте жақсы. Алдыға жылжиды және артқа. Рөль салғыш. Керемет. Әшкесі салғыш, панорама жоқ. Маған бір жақсылап химчистка жасасаңыздар, жуып химчистка да керек емес, жеңіл бір машина жуып қойса болды. Керемет, ішкең. Былайша айтқанда Tucson көліктері бар ғой бізде. Орындық 2 жылдық режим бар екен. Бізде Tucson Sportage көліктеріне, RAV4 көліктеріне қасына тұрған көлік керемет. Енді бұл көліктің бағасы ұмытып қалдым, бірақ енді ненің описаниясын жазып қояды. Бұл жолда айтпақшы Turbo GDI, яғни Корея мемлекеті. Бұл жаққа Turbo GDI, Kia Capetta бар, Hyundai Sonatада тұрған мотор, корейский Sportage Tucson'да тұрған моторды осында орнатқан екен. Алды жағында Destroy бар. Сіздермен бірге болған Нұрлан, Ideal Auto, тағы да басқа көліктердің барлығын сіздерге келесі видеода YouTube арнамызға шығаратын боламыз. Немесе бізге алдын ала жазып, неқса тұрған машинаның барлығын көріп, саудаласып, сатып алып, мініп кетсеңіздер болды. Mercedes, Audi, Avante, BMW көлігі 328, Sonata New Race 2017-18 деген. Бұл жоқ, бұл 2021 екен, жаңа түрі. Бірақ бұл кішкене таксиден шыққан, баға соған қарай арзан, тиімді бағада болады. Бұл да Sonata, Avante, Sanyong, BMW көліктері, 3 BMW бірде, Genesis G70, Mercedes, BMW, Sonata көлігі және Mercedes. Бұл Sonata газбен екен. Лобовойында трещинасы бар. Бағасы 10,5 миллион теңге. Осыны алсаңыздар болады. Одан басқа тағы мына жақта тұрған көліктер бар. Жалпы YouTube арнамызға тіркеліп, тіркелмеген болсаңыз, достарыңызға жіберіп, бірге келіп, машинаны алып, банкпен рәсімдеп алсаңыз болады, немесе қолма-қол ақшамен сатып алсаңыз болады. Жақсы, сіздермен бірге болған Нұрлан. Келесі видео жолыққанша амандықта сау болайық.